Братиславаға келдік. Автобусна остановкадамыз қазір. Жаңа қыздармен бет күтімін жасап, боянып алдық. Жаңа видео түсірген едім, бірінші впечатлениямызды. Ол түспей қапты. Міне енді, ұнап жатыр. Айзере модернайз деді ғой қаланы. Біз хостелымызға келдік. Мынандай бір парти істейтін жер ғой деп. Қазында чемодан ой, нелерімізді, рюкзактарымызды қазір кетеміз. Братислава. О, вижу. Біз қазір гарлик суп ішеміз. Біз TikTok'tan Slovak кафесіне кірдік. Бағалары қолжетімді. Деген бір реклама сияқты біледі. Біз Slovak кафесіне келдік. Бағалары қолжетімді. Өзіміз TikTok'tan қарап келдік. Іші де жақсы екен. Қазір гарлик суптың дәмін көреміз. Гарлик суп десе гарлик суп екен. Что ли, надо күштеген. Пәс. Депрессия у меня. Біз хостелға келдік. Хостелға келдік. Осы жерде мынандай common room деген бар екен. 3-ші қабатында біз біріншісінде тұрамыз. Сосын ванна бар екен. Өте бір түрлі екен. Ішінде еще джим бар екен. Анда лестница бар, бірақ адамдар сөйлесіп жатыр, білмеймін. Мында тағы бір руфтоп бар. Братислава. Слава Братиславе. Біз бұл чаршыға келдік, бірақ ол жабық екен. Сосын жаңа қыздар айтады да, біз андай типа құрма жеп отырмыз. А до этого біз бір Сейнт Мартиннің чаршына барып, ана свечка қойған едік. Соған көріп отырмыз. Құрма пайғамбардың асы. Немісше сөйлеп жатыр тағы. 360 тур жасап жіберейін деп.
мен мына моментті сағынатын боламын. Біз хостелға келіп, олардың ыдыстарын жуып, мына тефалін жуып, сосын өз ролтындарымызды істеп отырмыз. Бірақ мынандай кең екен. Осылай. Біз кеше шіркеуге барып, екеуміз свечка қойдық. Енді бір какой-то қорқынышты хостелда ролтындарымызды жеп жатырмыз. Зато в Европе. Зато в Америке деп жүруші едік. Біз шықсақ, іңкәр бізге бәрімізге өзі ыдыстарды жуып, ролтынымызды жасап қойыпты. Іңкәр деп па. Бірақ біз шіркеуге жай андай культура қазақша қалай еді? Мәдениет. Біз негізі шіркеуге мәдениет көруге барғанбыз. И свечканы да жай қызық үшін қойдық. Если стол. Сөйтсем оны бір адамға қояды екен. Тілеп бір адамның денсаулығы үшін ма, амандығы үшін қояды екен. Венада кездескенше. Венада лухари боламыз енді. Оны бізге христиан досымыз Санжар айтты.